Саламатсыздар оқушылар. Biz өткен сабақта атомдар мен молекулалар жайында сабақ өткен болатынбыз, иә? Атомдар дегеніміз не, молекулалар дегеніміз не, оның бәрін біз өткен сабақта өттік. Енді үй тапсырмасы ретінде өткен сабақты қорытындылау мақсатында мен қазір даналық қобдишасын ашамын. Соның ішіне әркім өзі ойынан бір атомдар мен молекулаларға байланысты бір сұрақ құрастырып, осы қобдишаға саламыз. Кәне жылдан бір сұрақтан құрастырамыз. Жоқ, саламыз. Құрастырып саламыз. Бір сұрақтан құрастырып саламыз. Өзіміз. Жылдам құрастырамыз. Үйде оқып деген тапсырмаларымыздан сұрақтар құрастырып саламыз. Енді осы сұрақтарды араластырамыз. Араластырып, енді қойған сұрақтарымызға өздеріңіз жауап бересіздер. Әсем, ала ғой. Қандай сұрақ болды? Дауыстап оқи ғой. О белгісі нені білдіреді? Оттек. О белгісі элементі оттек. H белгісі нені білдіреді? Сутек. Сутек белгісі білдіреді. Келесі. Бір-бірінен бірігу қабілеті бар атом. Бір-бірінен бірігу қабілеті бар атом. Ала ғой. Атомның аты элементтердің аты. H, O, Тақтаға кет жаза ғой. Борды алды. Тақтаға кет жаза ғой. Бір элемент атынан тұрады. Затты жаза ғой. Атом дегеніміз не? Атом дегеніміз ол бір рет бөлінеді, одан ары бөлінбейтін зат. Ол атом барлық тірі ағзада немесе өлі ағзаның бәрінде болады. Бөлінбейтін, бөлінбейтін, иә? Ала ғой. Дауыстап оқимыз. Дауыстап оқимыз сұрағымызды. Өз бетімен өмір сүре алады. Өз бетімен молекула өмір сүре алады, атом өмір сүре алады. Өз бетімен. Молекула өмір сүре алады. Байқол ала ғой. Сұрақты молекула нені зерттейді деген сұрақ қойыпты. Молекула ештеңе зерттемейді. Дұрыс айтасыз, ешнәрсе зерттемейді. Сұрақ дұрыс құрастырылмаған, иә? Заттың қасиетін анықтады. Қандай зат? Заттың қасиетін анықтайды. Қасиетін анықтайтын Атом. заттың қасиетін анықтайтын атом ба молекула? Молекула заттың қасиетін молекула. Кел, ектеп алып ала ғой. Атом дегеніміз не? Атом ол әрбір жануарда тіршілік ететін адамдарда болады. Атом дегеніміз не дейді? Атом дегеніміз не дейді? Заттың несі? Бөлінбейсін. Көрінбейтін несі белгісі. Кіші бөлшегі, иә? Дұрыс айтасыз. Енді отыра ғой. Біз өткен сабақта атом деген молекулалар өттік. Атом дегеніміз заттың бөлінбейтін кіші бөлшегі екен. Ал молекула заттың химиялық қасиеті өзгермейтін бөлшегін молекула деп атадық. Дұрыс па? Енді бүгінгі өтетін тақырыбымыз химиялық элементтер және олардың таңбалары. Жалпы химиялық элемент деп отырғанымыз бұл атомдардың бір түрі.
Yani осы атомдардың белгілі бір түрін, яғни химиялық элементтерді ең алғаш ойлап тапқан ғалым Бойль болатын. Ол элементтерді алғашында Менделеев кестесін ойлап тапқан кезде 63 ғана элемент болды. Ал қазіргі таңда периодта 118 элемент бар. Мына бізде 1869 Дмитрий Иванович Менделеев, орыс ғалымы, осы периодтық кестені бір жүйеге келтіріп, ойлап шығарды. Ал ол алғашында 63 элемент табылды, қазіргі таңда 118 элементке толықты. Біз осы периодтық кестеден нені көре аламыз? Элементтерді көре аламыз. Элементтер жеке дара тұрғанда олар жай заттар деп аталады, иә? Элементтің таңбасын көре аламыз. Одан кейін элементтік саны атауын, атомдық массасын, атомдық санын белгіленуін біз осы периодтық кестеден көре алады екенбіз. Енді осы химиялық элементтер өзі ішінде екіге бөлінеді. Бейметалдар және металдар деп. Металдар деп отырғанымыз, металдардың жылтыр қасиеті бар, электр тогын өткізеді, жылуды өткізеді, иілгіш, созылғыш болады. Ал иілгіш, созылғыш. Ал бейметалдар керісінше металдарға қарамағанда электр тогын қасиеттер болмайды. Электр тогын өткізбейді, жылуды өткізбейді, майыспайды. Енді осы бүгінгі тақырыпқа байланысты кішкене видеоролик көріп кетейік. Мысалы, хлор жасыл сары түсті газ. Оның атауы жасыл деген мағынаны білдіретін гректің хлоры сөзінен шыққан. Әдемі түсті қосылыстар түзетін ванадий элементінің атауы скандинавиялық сұлулық құдайы ванадий сезімінен шыққан. Күн мен айдың грекше атауларының элемент селен элементтерінің атаулары туындаған. Соңғы кезде элементтерге әдетте олар табылған географиялық орындардың атаулары, мысалы Европи, Америци, Полоний, Рейни немесе атақты ғалымдардың көмегіне қойылған атаулар береді. Мысалы Эйнштейни немесе Менделеев. Химиктер таңбаларды пайдалану арқылы элементтерді белгілеудің ыңғайлы жүйесін ойлап тапты. Әрбір химиялық элемент бір немесе екі әріпті таңбамен белгілейді. Бірінші әріп бас әріппен, ал екіншісі кіші әріппен жазылады. Мысалы көміртек С, мыс С, У, оттек О, ал темір F, Е әріптермен беріледі. Көптеген элементтердің таңбалары олардың латынша не грекше атауларына байланысты белгіленген. Элементтердің таңбаларын қазіргі таңда белгілі барлық элементтер берілген периодтық кестемен анықталды. Келесі тапсырманы орындаңдар. Белгілі реттілік. Түрде екі бөлікке бөлінеді. Сызықтың сол жағында орналасқан элементтер металдар, ал оң жағындағы бейметалдар. Бейметалдардың қасиеттері алуан түрлі және олар сыртқы түрінде ерекше. Азот, хлор, оттек пен сутек газдар, бром, көмір, сұйықтық, фосфор, иод және күкірт қатты заттар, әрі олардың әрбірінің өз түсі бар. Металдардың бірқатар ортақ қасиеттері бар және оларды көбіне ажырату болмайды. Сызық бойымен орналасқан элементтер жартылай металдар немесе металлоидтар деп аталады. Олар металдардың да бейметалдардың да кейбір қасиеттеріне ие. Металлоидтарға мысалы бор мен кремний жатады. Екі элементте балқу температурасы жоғары морсылғыш қатты заттар. Металлоидтар салыстырмалы түрде электр тогын нашар өткізеді. Сондықтан оларды жартылай өткізгіштер деп аталады. Кремний ең маңызды жартылай өткізгіш. Ол электронды чиптер жасауда қолданылады. Элементтердің басым көпшілігі металдар. Бейметалдар азырақ. Металдардың сыртқы түрлері өзара ұқсас болып көрінеді. Олардың барлығы электр тогымен жылу өткізеді. Бейметалдардың қасиеттері металдардың қасиеттеріне қарама-қарсы. Бейметалдар мысалы күкірт электр тогында жылуды да өткізбейді. Бөлме температурасында газ күйде болатын элементтердің барлығы, мысалы оттек, азот және сутек бейметалдарға жатады. Түсіндік қой, металдар және жай металдар және бейметалдар көрсетіледі.
Mına kestiler bari türlü koyuldu. Mına sarı түсті boyalgan металлоидтар деп аталат, жартылай электрометалл. Одан кейін жасыл түспен бергенде бізде металлдар. Ал мына түстің барлығы бізде не болып келеді екен? Бейметаллдар болып келеді екен. Жалпы сабақ түсінікті болды ғой, металлдар, бейметаллдар. Элемент дегеніміз не? Элемент бұл атомның бір түрі, иә? Енді осы тақырыптарға байланысты кішкене шағын ойын ойнап жүрейік. Келеу елес тақтаға. Бұл элементтердің атауына байланысты ойын. Мына жерде қайсы элемент дұрыс шығады, соны астына басамыз. Мысалы, элементтің алтын дейді. Латын атауы деп атаймыз алтынды. Алтын. Мыс. Опрым деп атады. Дауысын шығарамыз елес. Сынап. Дұрыс емес, гидр емес, гидр гериум екен. Темір. Қорғасын. Енді дұрыс жауабын көреміз. Қанша сұраққа дұрыс жауап берді, қанша сұраққа жауап бермеді. Активтерін көрейік. Қанша сұраққа дұрыс жауап беріпсің? 3 сұраққа. 2 қате болса, 8 сұрақтың ішінен 6 сұраққа дұрыс жауап беріпті. Отыра ғой, Ильяс. Келесі. Келе ғой, ама бет. Қалғанымыз элементтерді жақтап отырамыз. Алып кең орнына қоямыз. Барлығы дұрыс амангер. Жарайсың. Келесі, Асен келе ғой. Сен элементтерді қазір шығар атауын көргенде жауабын басып отырасың. Шариктер шығар, содан жауабын басып отырасың. Дұрыс әтетін. Мына жаққа қараймыз. Вагончикке қараймыз. Бұның ішінде алтын дейді. Алтынның латынша атауы не? Аурум. Бастай аурум. Аурумдар басып отырасың, кеге шыққан. Аурум. Вагон басып Келесі. Темір. Көріп тұрған неге түсіреміз? Әсемге көмек береміз. Бірінші қатарда келе ғой. Шарды басып темір түсіреміз. Шарды
Sen korkasındı. Aman demişsin. Baygo. Biraz okuyalım. Zaten sana diyor. Şimdi kelesi adetga üçüncü partada çıkaramiz. İlk o'quvchilar chiqarishi. Al boshlaymiz. Bu yerda qaysi shinoyi so'roq qo'yishga javob berdi. Odatda kimyo tangasi n deydi. Jay zatlar atomlarning har turiga quroladi deydi. Jay zatlar atomlarning har turiga quroladi. Durs emas, ya, so'roq. Sutek kuprum deydi. Durs emas. Temirning kimyoviy tangasi atomlik nomeri 80 ga teng element bor deydi. Durs emas. Atomlar zatning kimyoviy bo'y-beti o'lchaydi. Jay zatlar atomlarni bir so'mga qura oladi. Do'stlar, o'zimiz so'rabdi. Qanday so'rovga javob berdi? Sekiz so'roqqa yigirma do'st javob bergan. Samar. Yedi birinchi top, ikkinchi uch parda uch top bo'ladi. Na elementlarni daftarimizga yozamiz. Elementlarni qaysini o'rgansa, so elementlar bo'lib, kimyoviy elementni daftarga keltiramiz. Tekshiramiz. Bakın şuradan bile ya 11 kimyoviy elementning atavishi kerak. Na aktyorlar arasida, tarkibsiz o'rganilgan aktyorlar arasida 11 kimyoviy elementning atavishi. Yo'q, aslini terib yozimizda. Şuradan yazamiz. Daftarga o'rnaymiz. Asim o'tib bo'ldi. Biroq 8 xona elementni atini yozdi. Taqdim bo'ldi. Qabul bu 11 kimyoviy elementni atavi. Yazamos 11 kimyoviy elementning atalarini yazamiz. Qanday bo'ldi? Olib kelamiz, tekshiramiz. 9 xona element Baybol. 10 element Amanbek. Bir parçadan çıkardı, aytıladi. Kelaveradi. Avval aytib chiqishdi,
Сути. Алюминий. Сен алта бермесін атына. Мен отырамын. Апай тыңдаймыз. Ром. Кальций, алюминий. Алюминий. Самар. Бро бар. Бром. Сынап. Бір элемент тапқан адам бар ма? Қандай элемент? Айтшы тұрды. Сынап, сутек, фосфор, күкірт, кальций, алюминий, бром, оттек, хлор, темір, күміс. Осыған қарап барлығымыз дәптеріңізге жазып дұрыстап аламыз. 11 элементті. Дұрыс жайсыз. Енді мына парта бір жерге топтала қойыңдаршы, бір жерге топталып. Тұрып орныңызға тұрып, сіздер ортаға, екінші партаға, жетінші партаға элемент бір топқа топталамыз. Сіздер қарайсыз. Мен сіздерге қазір мына металдар мен бейметалдарға бөліп жабыстырамыз. Жанына атын жазамыз, элементтің атын. 3 топқа. Кім жылдам орындап, және дұрыс орындап алу керек екен. Маркермен жазамыз атын. Атын да жазайық па? Ja, атын жазамыз. Металдар мен бейметалдарға ажыратамыз. Апай. Ауыстырамыз, Ja. Бейметал болса бейметалға, металл болса металға ауыстырасыздар. Свет var. Apa yang anda rasa? Ya, anda kamu sudah tahu. You just bring them in. Topta akıldasın, buraya şılıp yapayım.
Atom var mı? Atom. Çındır, atom arkadaşlar koy.
siz jabsırıp koygan ya. Негізі мына элементтер бар металдар. Бейметалдар мына элементтер бар, металдар болу керек. Металл дегенimiz ол электр тогын өткізеді, бейметалл керісінше. Иә? Мына жерде қате жазылған, екеуі кері жабыстырып қойған. Жақсап қарап алыңыз. Ал үшінші топқа. Бұлар дұрыс орындаған, иә? Элементтер, металдарға, металдарға. Және бірінші топқа жоғары ұпайды. Біздерде екі қате қалғандары дұрыс. Sizde iki keşke orada koyarsan, metallerde bimetallı, metallı orada koyarsan. Енді келесі әдісіміз sizde elementler verilген. Elementler атын атаймын, sizler табасыздар. Қазір бұл жерде жібек шығады, келе ортақтағы жібек. Кел жібек. Екінші партадан жібек шығады. Бірінші партадан, үшінші партадан жібек берді. İletmek şu partladan Jinx Vegas element adayım sonra size tablolarınızı gerek. Bu жерде натрий табыңыздар ма? Натрий. Қолыңыздар. Натрий. Бедаліге бір ұпай. Келесі калий. Анау К. Жібекке бір ұпай. Стронций. Вот, стронций. Молодой стронций. Дұрыс, жібекке тағы плюс бір ұпай. Цезий. Жеңіс дұрыс таптым. Жеңіске бір ұпай. Литий. Жібекке бір ұпай. Барий. Жібекке бір ұпай. Гел. Жібекке бір ұпай. Жібекке жыландатам. Натрий. Жібекке тағында плюс бір ұпай. Асыл. Аргон. Дұрыс, пердаліге бір ұпай. Барик. Жеңіске. Стронций. Кім жібекті дұрыс. Пердаліге бір ұпай. Криптон. Дұрыс, жеңіске плюс бір ұпай. Ксенон. Ксенон. Жоқ, қайуан, жылдағыдан. Жоқ. Үсөбе. Ксенон. Жоқ. Олдар, ксенон. Қайе. Көмек берер топқа. Қайе. Жеңіс тапты. Цезий. Жібекке. Астар. Аты жібек. Берили. Я дұрыс жібекке плюс бір ұпай. Енді орын алсам, бастауы шартта. Натрий. Аман
Kimyalarning atomi bir qanday turgan turadigan zatlar deb ataladi. Birgacha turgan turadigan zatlar ne deb ataladi? Bu savollarga javob taqdirib yozamiz. 5 minut vaqt bering. Sana yedim kelesi sorulara cevap yazalım. Yeni sorulara cevap yazamız. Aslında sorulara cevap yazamız. Ayşe Kilo Hoca soruların cevaplarını defterini açıp okuyor. Kalanlara sonra derneğe karar tesirsin. Aldı. 8 12 magniy, 18 argon, 27 titan. Жайдаттар екіге бөлінеді. Иә, екіге бөлінеді. Үшінші, атомның белгілі бір түрін не деп атайды? Химиялық элементтер. Химиялық элемент атомның бір ғана түрінен тұратын заттар, жайдаттар. Химиялық элемент атомның бірнеше түрінен тұратын заттар, күрделі заттар. Күрделі заттар. Жарайсың Әсем. Қаландарымыз бір-бірімізге дәптерімізді ауысып, бір-біріміздің жауаптарымызды тексереміз. Тексердік па? Тексердік па? Барлығымыздың жауабымыз дұрыс па? Барлығы 6 элемент қандай элемент болды? 6 элемент. Ал жайдақтар нешеге бөлінеді? Қандай? Металдар? Атомда белгілі бір химиялық элемент. Химиялық элемент атомда бір ғана түрде жайдат болады. Күрделі заттар. Келесі сұрақтың жауабы күрделі заттар, иә? Үйге тапсырмаларыңыз 7-ші параграфты оқимыз. Кейде осы 7-ші параграфты оқимыз. Одан кейін оқуға 2-ші жазып аламыз үйге тапсырманы жазып аламыз. Енді бүгінгі сабақта қандай әсер алдыңызды? Сабақ сіздерге қатты ұнады ма? Ұнамады ма? Соны деген болғаға артына жазамыз. Өз ойыңызды сабақ жақсы ұнады десеңіздер, мессировке ет-чекішке саласыздар, орташа болып десеңіздер чемоданға, ал сабақ мүлде ұнамады, мен түсінбедім десеңіздер маған жазып бересіздер. Бір-бірден сіздерге тарап шығамын. Артына өз сөйлесіп сабақ туралы. Артына. Я түсінсек, бірінші жауап. Артына жазамыз. Өз пікірімізді астына жазамыз. Артына? Иә.
Bugungi sababda o'zbek beltsag'asi Asiyaga to'g'riz bor. Hamon eski to'g'riz bor. Qanaqa? Ertaliga segiz bor. Ertaliga segiz bor. Shudekka bor. Apay mana Thank you.